Так, саламатсыздар оқушылар, бүгін біз сіздермен атомдық физикаға бастап аламыз. Так, бірінші сұрақтан бастайық. Атомның тамшы моделін жасаған ғалым, ол бізде Томсон дейміз, В варианты болады. Так, электронды ашқан ғалым то же самое Томсон, осы екеуін жаттап алу керек. Так, келесі сұрақтарға келейік. Бұл жерде бізде мынандай бір планетарлық модельдер берілген. Так, атомның тамшы моделіне сәйкес келетін суретті көрсетіңіз дейді. Бұл жерде бізде тамшы моделіне сәйкес келетін төртінші сурет міне. Өзі ерекшеленіп тұр, осы ғана. Осыны жаттап алсаңыздар, қалғандар бұл бізде планетарлық жүйеге кеп тұр. Так, ары қарай атомның планетарлық моделін жасаған ғалым ол бізде Резерфорд. Так, келесі. Дәл осы планетарлық модельге сәйкес келеді деген мен жаңа айтып өттім. Мына жерде үшеуі сәйкес келеді. 1, 2, 3, бірақ бұл жерде кішкене ерекшеліктер бар. Мысалға, бірінші суретте ол бізде мына жерде электрон, мына жерде ядро бар. Яғни то же самое ядро деп тұр. Біз білеміз, бізде ядро ол ортада орналасады, ал электрон сыртқы қабатта орналасу керек. Сол үшін сәйкес келетін вариант ол бізде только үшінші сурет қана. Ортасында ядро тұр, сыртқы қабаты бізде электрон болып саналады екен. Сондықтан С варианты дейміз де кете береміз. Так, келесі суретте Резерфорд тәжірибесі көрсетілген. Осы тәжірибедегі альфа сәуленің ауытқу сызығы. Так, енді бізде қай жерде ауытқиды? Егер де біз мына бір атом деп алатын болсақ, мына жақта бізде альфаның бөлшектері келіп жатыр, плюс. Енді мына плюс бізде келеді да, электрон бізде минус болғандықтан өзіне тартады. 2 бізде бос кеңістіктен өтіп кетеді, 4 бізде тоже бос кеңістіктен өтеді. 5 электронға тартылады, сонда 3 қана ол бізде ауытқиды. Неге дейтін болсақ, ядро ол бізде оң зарядты, сондықтан плюс пен плюс бір-бірін тебеді, бағыт бізде былайынан болады екен. Міне осыны жаттап алу керек. Қалғандардың бағытының бәрі сол күйі кете береді. Ал енді мына жерге қарайтын болсақ, бұл жерде бізде онда тура сол модель қайттан берілген. Мен жаңа айтып өткенде 3-те мынау дұрыс сәйкес келіп тұр. Бірақ қалғандарының барлығының бағыты тіке жүріп өту керек еді. Бірақ 5-ті бір ауытқызып көрсетіп қойған, сондықтан бұл бізде қате. Яғни мына жерде міне айтып тұрғандай қате көрсетілген сызық деп тұр ғой. Сол үшін бізде қате көрсетілгені ол 5 болады, Е нұсқасы. Так, енді кеттік ары қарай. Атом массасының атом ядросының массасына қатынасы ол бізде 1-ге тең. Яғни екеуінің массасы біріне жақын деп айтамыз. Себебі атом бізде ол 100% болатын болса, ядро оның 99%-ын құрайды, сондықтан жуықтап 1-ге тең дейміз де кете береміз. Так, келесі. Енді атом радиусының өлшемі. Жаттап алу керек. Мына жерде 1-ден 3 осындай бір нұсқа бар. Үшеуі де біріне өте байланысты, келу ықтималдығы өте жоғары. Оның атом радиусының өлшемі дейтін болсақ, ол бізде 1-ден радиус болғандықтан ол атомдікі болғандықтан ол үлкен болады. Сондықтан А варианты болады да. Ал ядро болатын болса, ядро бізде кішкентай атомнан, сондықтан 10⁻15 дәрежесі болады бұл нұсқасы. Ал енді екеуінің арасындағы радиустарды салыстыру керек болатын болса, міне -10, -5, ол бізде демек атом радиусы 10-ның 5 дәрежесі есе көп дейміз де кете береміз нұсқасы. Так, енді келесі мынандай бір сұрақтар. Бұл жерде то же самое. Так, Резерфорд жасаған атомның классикалық моделінің тұжырымдамаларына келейік. 1-ден қарап отырмыз. А, Б, С деген үшеуі бір-біріне қатысты, Д, Е, Ф бір-біріне қатысты және G, H бір-біріне қатысты. Демек, бұл жақта 3 нұсқалық вариант деген сөз бізде. Так, қараймыз, А, Б екеуі неге дұрыс емес? Себебі біз жаңа айтып өттік, бізде атом мен ядроның массалары біріне жақын. Сондықтан С нұсқасы бізде келеді. Яғни атомды ядроға бөлетін болсақ, жуықтап ол 1-ге тең. Ал енді атомның өзінің заряды неге тең дейтін болсақ, ол бізде бейтарап деп айтамыз. Сондықтан F нұсқасы келеді. Ал мына жақта бізде ары қарай радиустарына келетін болсақ, жаңа жауап беріп өттік. Атомның радиусы ядроның радиусынан 10-ның 5 есе дәрежесі көп дейміз де H деп белгілеп кете береміз. Так, келесі. Резерфорд моделіне сәйкес бейтарап атом үшін орындалады дейді. То же самое сұрақ кішкене бағанаға келеді. Енді қарайық. Бұл жерде бұл нұсқасы келеді. Мен жаңа айттым, атом мен ядро бір-бірінен жуықтап 1-де екеуі. Енді ядроның заряды қандай болады ол бізде? Ядроның заряды оң болады, теріс емес. Атомның заряды ол бізде бейтарап болады. Демек, бұл сәйкес келмейді. Ары қарай мына нұсқаларды көреміз. Мына жерде тағы да варианттар бар. Так, бұл жерде бізде келетіні қазір айтып өтем. Міне, мынау келеді, G келеді және F келеді. Неге дейтін болсақ, массалар бір-біріне жақын. Ал енді диаметр деген дүние келетін болсақ, атомның радиусы үлкен болатын болса, ядродан, демек оның диаметрі де одан бірнеше есе үлкен деген сөз. Сонда F нұсқасы келеді және бізде атомның заряды бейтарап дейміз, 0 дейміз. Қалған варианттардың ешқайсысы бізде сәйкес келмейді екен. Бір электронның жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы ол бізде оң ионға айналады деп айтамыз. Яғни егер бізде гелий бір электрон жоғалтатын болса, онда ол бізде оң ионға айналады. Так, келесі соңғы бір нұсқаларды талдап тастайық, сонымен аяқтаймыз. Оттек атомы оң ионға айналғанша онда ол дейді. Енді оттек атомы ол бізде
оң ионға айналу үшін ол не істеу керек? Бізде электрондарды жоғалту керек деп жауап береміз. Ал енді ядросында бір протоны бар атом бір электроннан айырылса, бұл бөлшек бізде неге айналады? Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, бізде не нәрсе бір протоннан тұрады? Бір нейтроннан, бір протоннан тұратын дүние керек қой, ол бізде әрине сутек, демек бұл бізде сутек ионы дейміз да, кете береді екенбіз. Дәл осылай бүгінгі нұсқа талдауды аяқтаймыз. Тек қана теория бар, алдағы уақытта есеп шығарулар болатын болады. Міндетті түрде каналға жазылайық, каналға жазамыз, комментарий қалдырамыз. Сабақтар ұнап жатыр ма? Өздеріңіз ойларыңызды жаза кетсеңіздер.